Ағайын туысқанмен бірге қазақ гриль жейтін отырмыз. Арнайы заказ бердім, тапсырыс бердім. Қазір парақшасын белгілеп кетем. Қонақ күтуге сіздің уақытыңыз жоқ болса, пожалуйста. Мынау енді потолок, қазір көресіздер. Басымызға бақыт қонған, Алла бақытты бағалаған, ол да ғажап. Қуанышты дастарханда жиналған, ассалаумағалейкум армағазақ. Біріншісі, бұл бізде кәрі-жілікті тұрмыс құрмаған қыз келіншектерге мүлдем ұстауға болмайды. Бізде тоқпан жілік және жауырындарыңыз жерге тимесін, арман мақсаттарыңызға жетіңіздер. Төс, пайғамбарымыз күйеу баласын Құдайдай сыйлаған деп төсті күйеу балаларға тарту еткен. Келесі кететін мүше, бұл бізде қабырғалар. Оң жақтан санағанда 3 қабырғаны қазақта бұғана деген, бұғананы біз бас табаққа саламыз. Келесі кететін мүше, бұл бізде сүбе ет. Батырлар кезінде еттің қаншалықты піскенін піспеген, осы сүбе еттен білгенде сүбе етті біз бас табаққа салғамыз. Қонақты сөзбен айтып тойдыра алмайсың демекші, одан да біздің шын көңілмен әзірлеген тағамдарымыздан ауыз тисеңіздер болады. Барлықтарыңызды елдеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Осындай қуанышты дастархандарыңыз көп болсын. Барлықтарыңызға ас болсын. Ана несін соғысын құйып ішіңдер.